Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Пайдалы ақпарат арнасына қош келдіңіз. Арнаға жазылып қолдау білдіргеніңіз үшін үлкен рахмет. Барлығыңызға жақсы қаралым болсын. Жалпы су перісі туралы аңыз әпсаналар біраз елдің фольклорында бар. Олардың бәрінде айтылатын періге тән ерекшелік бірдей. Адамды есінен айыратын ән салуы, телепатиялық немесе магиялық қасиеттерін теңізшілер мен балықшылар көп айтады. Денесі өз ұғымындағы су перісін русалка етіп суреттейді. Соның ішінен мысалға өзімізге жақындауын алсақ, түрік мифологиясының жаратылыстың бастапқы нүктесі су. Жер мен суға Құдай құдірет бергендіктен өзен, көл, теңіз, мұхиттың бір рухы иесі бар деп есептелген. Олар әр жерде су атасы, су анасы, су бабасы, су перісі, су иесі, су қызы деп аталған. Су перісін көптеген адамдар байқаған. Оның ішінде отандық ғалым Әділ Қоразбаев та куәгерлер қатарына жатады. Ол айтуы бойынша өзінің жастық шағын Каспийдің жағасында Ленкоран қаласында өткізген. Әзербайжандық ғалым Самет Алиұлы да теңіздің су перісін көріпті. Айтуынша ол 15 жасында атасымен бірге түнге қарай балық аулауға шыққан. Сол кезде балықтардың арасында жүзіп жүрген су перісін байқап қалыпты. Балықтардың шоғыры пері қалай бұрылса солай жүзетін болған. Самет Джафаров Әзербайжан мен Иранның біраз ғалымдарын күлкіге қаламыз деп айтпай жүрген құпиясын айтты. Шын мәнінде Иранда ешкім Каспий теңізінде су перілерінің өмір сүретінін күмәнданбайды. Оны олар шақ деп атайды. Тек бұл фольклор элементі ғана емес, шынайы бақылау. Бір куәгердің айтуы бойынша Каспийдегі су перісінің кескін келбетін нақты баяндап берген. Яғни оның түсі жылтыраған көкшіл, ал ұзын шашының түсі қою жасыл болған. Сонымен қатар перінің адамдардың алақанына ұқсайтын төрт саусағы болған.